11 класс геометриям қиық пирамиданың бүйірі бетінің толық бетінің аудандарын табуға әрі қарай есептер шығарамыз. Менің каналыма келіп лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. 99-ші есепте табандарының қабырғалары 12 см және 18 см болатын үш бұрышты және биіктігі 3 түбірасты 21 см-ге тең қиық пирамиданың бүйір бетінің ауданын тап. 99-ші есеп шығару үшін біздер қосымша салу енгіземіз. Ол бізде қиық пирамиданың өзінің биіктігі О1, осы О нүктесінен АЦ-ға перпендикуляр жүргізейік. Ол К нүктесінде қияды. О1-ден А1-С1-ге жүргіземіз. К1 мен К-ны қосатын болсақ, яғни А1-С1-С жағының апофемасы шығады. Енді біздерге ары қарай апофеманы табу үшін бізге енді О1, К1, ОК-мыз белгісіз. Оны біздер осы дұрыс үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табатын формуланы қолданамыз. Ол тең болады А түбірасты 3 бөлінген 6-ға тең. Енді үлкен табанының радиусын табайық. Үлкен табанның қабырғаларының ұзындығы 18-де, кіші табаныкі 12. Аның орнына 18-ді қоямын. Түбірасты 3 бөлінген 6. Бұл 3 түбірасты 3-ті береді. Әрбір жоғарғы кіші табанның радиусын, іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін 12 түбірасты 3 бөлінген 6. Бұл 2 түбірасты 3-ті береді. Енді біздер О1, К1, К трапециясынан біздер К1-ді табуымыз керек. Ол үшін тағы да қосымша жұмысты жалғастырамыз. О1-дің биіктігін жылжытайық. Яғни соған параллель түзу жүргізейік. Сол кезде біздерде жаңа О1, К1-іміз 2 түбірасты 3-ке тең ғой. Ал ОК-мыз 3 түбірасты 3-ке тең. Олай болатын болса, параллель жүргізгендіктен О1-ге бізде мұны N деп белгілеп қояқ мына жерде. ОН мен О1, К1 бізде тең. Бұл 2 түбірасты 3-ке тең. Енді жаңа барлығы 3 түбірасты 3-ке тең еді. 3 түбірасты 3-тен 2 түбірасты 3 салса, мына жерде түбірасты 3 қалады. Сонда біздерде биіктігі есептің шарты бойынша 3 түбірасты 21-ге тең. Бізде мынандай тік бұрышты 3 бұрыш пайда болады. К1 және N. N-іміз түбірасты 3-ке тең. N-К1-іміз бұл О1-ге тең, сондықтан 3 түбірасты 21-ге тең. К1-дің квадраты тең болады 3 түбірасты 21-дің квадратына қосамын түбірасты 3-дің квадратын. Бұл 9 болады. 21-ге көбейтсем 189 қосылған 3, бұл 192 болды. Енді К1-ді табу үшін 192-ні мен 64 көбейтілген 3 десем 192 шығады. 64-тен 8 түбірасты 3 см болады. Яғни бізде апофемамыз 8 түбірасты 3-ке тең. Бүйір бетінің ауданын табу үшін негізгі формуласын жазып аламыз. 2-ден 1 табандарының периметрлерінің қосындысының жартысын апофемаға көбейте қоямыз. Бізде бірінші табанның периметрі бір қабырғасы 18 болғандықтан, дұрыс 3 бұрыш болғандықтан 3 қабырға тең. Сонда 18-ді 3-ке көбейтем, 54 болады. Қосылған мынаның табанның қабырғаларының ұзындықтары 12-ге тең. 12-ні 3-ке көбейтсем 36, көбейтілген жаңағы тапқан апофемамызға көбейте қоямыз. Сонда 54-ке 36-ны қоссам 90, 92-ге бөлсем 45. Көбейту 8 түбірасты 3-ке тең. Енді
32 360 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Жауабы. Так, S бүйір беті тең болады 360 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Енді 99-ның Ә пункті бойынша төрт бұрышты және бүйір жағындағы трапецияның бұрышы 60 градусқа тең дұрыс қиық пирамиданың бүйір бетінің ауданын тап дейді. Енді әрі қарай Ә пункті бойынша біздерде бүйір жағының сүйір бұрышы 60 градусқа тең дейді. Яғни ол нағыл деген сөз. Біздерде кез келген бір бүйір жағын алайық. Мен D1 S1 сыны алдым. Міне бөлік сызық қойдым түсінікті болу үшін. Осының мына жердегі бұрыш 60 градусқа тең. Міне 60 градусқа тең. Енді қосымша салулар енгіземіз. Енді D1 бұл трапецияның, яғни бүйір қыры. Мынау 60 градусқа тең болатын болса, онда мынау 90 градус, мынау 30 градусқа тең. Сонда біздерде мынау 12 қабырғалар, енді жоғарғы табанының қабырғасы 12-ке тең, сол алдыңғы есеп бойынша. Үлкен табанның қабырғасы 18-ге тең. Енді біздер D1 төбесінен DC-ға перпендикуляр жүргіземіз, және S1 төбесінен дағда DC-ға перпендикуляр жүргіземіз. Сол кезде біздерде мынандай бір KN деген KD1 S1 N деген тік төртбұрыш пайда болды. Олай болатын болса, тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең ғой. Олай болса, мына 12-ге тең. Енді бізде үлкен табан 18, 18-ден 12-ні алсам 6 қалады. Мынау тең бүйірлі трапеция болғандықтан, мына екі кішкене бөлік өзара тең. Олай болатын болса, 12-ні алсақ 6 қалды, 6-ны 2-ге бөлсем 3, сонда мына кішкене бөлікті, мына кішкене бөлікті 3-ге тең. Енді біздерде 30 градус беріліп, 60 градус беріліп тұр. Олай болса, мына жерім 30 дедік жаңа. 30 градусқа қатысты біздер мына ережені білеміз. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Олай болса, біз сол ереже бойынша мынау 3-ке тең болатын болса, D1-іміз 6-ға тең. Так, D1-іміз бұл 2 еселенген DK. Бұл 6 сантиметрге тең. Енді бізге тағыда тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Так, D1, DK деген тік бұрышты үш бұрыштың біздер енді D1K-сын таба қоямыз. D1K неге тең? Бұл D1-дің квадратынан аламын DK-ның квадратын. D1-ім 6-ға тең, 6-ның квадраты 36, мынау 9-ға тең, 3-тің квадраты, так, алсам 27-ге тең. Квадрат. Так, енді D1K-ны табу үшін біз 27-тен түбір таба қоямыз. Бұл 9 көбейтілген 3, бұл 3 түбірасты 3-ке тең. Сонда біздерде мына биіктік 3 түбірасты 3-ке тең. Бұл мына жағының, мына жердегі биіктігі. Бұл мына К1 апофемасына тең. Сонда D1K-мыздың өзі апофема L тең болады 3 түбірасты 3-ке тең. Енді S бүйір бетінің ауданын таба қоямыз. 2-ден 1 жақша P1 қосылған P көбейтілген L. Енді бұл жерде 2-ден 1 P1-ді табу үшін жоғарғы табанының қабырғаларының ұзындықтары 12-ге тең ғой. Соны 12, сондай 4 қабырға бар. Сонда 12-ні 4-ке көбейтсем 48 қосылған. Үлкен табаны 18 сантиметр, дұрыс 4 бұрыш болғандықтан 18-ге тең 4 қабырға бар. Соны 4-ке көбейтеміз. 18-ді 4-ке көбейтсек 72. Көбейтілген жаңа апофемамыз 3 түбірасты 3-ке тең. Так, 48-ге
72-ні қосайық. 120. 120-120-ның жартысы 2-ге бөлсек 60. Көбейту 3 түбір асты 3-ге тең. Сонда 180 түбір асты 3 сантиметр квадрат. Жауабы 180 түбір асты 3 сантиметр квадратқа тең. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.